Сәлем достар, бүгін сіздермен біз роддомға қай кезде бару керек, сол туралы сөйлесетін боламыз. Толғақ қатты қысқан кезде бізді әсіресе бірінші балада күйеулеріміз қорқады да, бірден роддомға апарып тастайды. Сен дайынсың ба, дайын емессің ба, сенің толғағыңның жиілігі қандай, ешкім ештеңе сенен сұрамайды. Себебі баланы үйде туып қалады ма деген ер адамдарда қатты қорқыныш болады. Үйде туып қалған жағдайда мен не істеймін, қандай көмек көрсетемін деген секілді. Сол себепті ерте апарып тастайды. Бірақ перзентханаға ерте баруды мен кеңес бермеймін, перзентханаға ерте баруды. Себебі перзентханада әртүрлі психологиядағы әйелдер болады. Әртүрлі жаңағы бірінші баласын, екінші баласын қинап туылған, болса кесарьвамен туған, туу өте қиын деп жаңағы санасына құйып алып толғатып жатқанда ақырып бақырып жататын қыз келіншектер болады. Сосын жаңағы қайта құсып жататын қыз келіншектер болады. Болмаса жаңағы толғағы келмей жатқан әйелдер жатады. Соның бәрін көріп, сіздің жаңағы эмоционалдық көңіл күйіңіз түсіп кетуі мүмкін. Сосын перзентханаға ерте апарып тастаса, қайта КТП тексере береді. Сен түнде де дұрыстап ұйықтай алмайсың, мысалы. Түнде де келіп оятып тексеріп кетеді. Сен ұйқың қанама, қанбай ма, сен толғақтан қиналып тұрдың ба, қиналмай тұрдың ба, сенен оны ешкім сұрамайды. Былайша айтқан кезде перзентханаға пісіп жетіліп барып, ерте барып қойған дұрыс емес. Себебі сіз басқалардың психологиялық жағдайын көресіз де, өзіңізде де жаман көңіл күй қалыптасады. Ұйқыңыз қанбағандықтан өзіңіз де қатты шаршайсыз, ең соңында тууға деген күшіңіз болмай қалады. Сол себепті де әбден пісіліп жетілгенде барған дұрыс роддомға. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бізде қазір схватканы, толғақты есептейтін приложениялар көп. App Store'ға, болмаса Play Market'тен жаңағы өзіңізге скачать етіп алып, сол приложенияны схватканы өлшейтін, болмаса толғақты өлшейтін деп қазіргі таңда қазақшасы да шыққан шығар, өлшейтін жаңағы сондай приложенияны скачать етіп аласыз. Сосын әр толғағыңыз қысқан сайын, өзіңіз де білесіз ғой, толғағыңыз қысқан сайын есептеп отырасыз. Мысалы, есептеп отырасыз, бірінші балаңыз болса, онда толғақтың арасы жиі емес, өте әрбір 4 сағат сайын қысуы мүмкін, 2 сағат сайын қысуы мүмкін деген секілді сондай болады. Болмаса, жаңа екінші балаңыз болса, онда жиірек болып кетеді. Сол себепті де толғақ қанша уақытта қысты, соған қарап отыруымыз керек. Бір сағат сайын болуы мүмкін, әркімде әртүрлі енді бұл. Қаншасыншы баласын туайын деп жатқанына байланысты болады көбіне көп. Сосын әйелдің организміне де байланысты болады, соған байланысты. Сол себепті сондай приложение скачать етіп алып, соған қарап отырасыз. Толғақ әбден пісіліп, жетіліп, әр 5 минут сайын болғанда, 5-6 минут сайын болғанда, сол кезде бастап жиналып, шыға берсеңіз болады роддомға, перзентханаға. Кейде біреулер 3 минут қалғанда барып жатады. Мысалы, мен өзім екінші баламда 3 минут қалғанда бардым. Әбден пісіліп жетілгенде. Мен тіпті 3 минут емес, одан да арасын жиілетіп барам деп ойлаған, бірақ 3 минутта барғаным қайта дұрыс болды. Сол кезде күйеуім мені алып шықты да, 3 минут болса тезірек бару керек деп. Сол кезде бардым, таксиді шақырған кезде такси ұзақ келді, одан кейін пробка болды, одан кейін перзентханаға жетіп бардық. Ол кезде сізді жаңағы медсестра тексереді, анаған қан, жаңағы сізді өзінің анализдер тапсырдың ба деп бір укол салады, бір неге дайындалу деген секілді. Мүлде салмауы да мүмкін, бірақ сіз сұрап алуыңыз керек, қандай укол бұл деп. Толғақ тездететін бе, тездетпейтін бе? Сіз дайын пісіліп жетілген күйде барсаңыз, ешқандай сізге укол салудан қажет жоқ. Мысалы, мен екінші баламда онда ешқандай укол ештеңе салған жоқ. Бірден бардым, сұрақтар қойды, сол жерде жаңа кішкене КТП-ны, давлениені тексереді. Сосын апарып төбеге жатқызып қояды. Сіз уже 3 минут деген сөз, дайын деген сөз. Сол кезде ең бірінші, бірақ сіздер 3 минут қалғанда емес, үлкен қалада тұрсаңыздар, енді мысалы Астана, Алматы деген секілді, онда 5-6 минут жиілікпен бара беру керек. Себебі Астана, Алматыда әсіресе білеміз, пробканың қандай болатынын. Қаланың ана басынан мына басына дейін
жеткенше қаншама уақыт өтеді, жолда туып қоюыңыз мүмкін. Сол себепті де 5-6 минуттық жиілік өте жақсы. Өте жақсы, сол кезде барғандарыңыз дұрыс. Енді мен 3 минуттық жиілікпен бардым. Мен бірден дайын болдым, бірден мені родзалға көтеріп жіберді. Мен бірден сол кезде бара салысымен КТП-ны кішкене салды да, жаңа баланың жүрек қағысын тексеру үшін. Бір жарты сағаттан кейін деймін, жарты сағаттан кейін менде кәдімгідей ашылып, мен уже жарты сағаттан кейін тууға дайын болдым. Ал негізі үлкен қалада тұрсаңыздар, бір 5-6 минут жиілікпен барған дұрыс болады. Сол кезде дайын боласыз. Сіз дайын болып барсаңыз, сіз өзіңізге де жақсы. Бағанағыдай жоғарыда айтқанымдай, мен алдында айтқанымдай, ешқандай бір жаман бір психологиялық көңіл күйіңіз бұзылмайды. Өзіңіз де дайындалып барасыз, шаршамайсыз. Мысалы, үйдегі жағдай жақсы ғой, чем мысалы перзентханадағы жағдайдан көрі. Үйде әбден дайындалып барсаңыз, өзіңізге солай жақсы болады. Одан кейін гинекологтар да жақсы көреді ондайды. Акушер гинекологтар да пісіліп жетіліп келген баланы, пісіліп жетіліп келген әйелді. Себебі бірден родзалға көтеріп жібереді, бірден жаңа тууға дайын болады, бірден тудыртып алады, болды. Достар, егер сіздерге видео пайдалы болса, менің арнама жазылыңыздар. Алла қаласа бұдан да пайдалы сіздерге видео саламын деп уәде беремін. Егер қызықты болса, пайдалы болса, бөлісіңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Ұсыныс комментарийларыңыз, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен сіздерге жауап беруге әрдайым әзірмін. Көргендеріңізге рахмет.